Мен ауырып көп жұмыс істеп жүрген кезде бұл маған хабарласады да бүйтіп айтады: Әсел, келіп кет, екеуміз бірге видео рилс түсірейік дейді. Мен айтам: шүкір Алла, мен ауырып жүргенім көріп жүрсің ғой деймін. Бұл айтады: жарайды, онда мен инстаграм жүргізбей ақ қояйын, мен статистикам түсе берсін деп солай айтады маған. Содан кейін менің ағам айтпай ақ қояйын, бұл жерде маған қатты біледі, шүкір Алла, мен өмірімде не болып жатқанын. Сондай ситуацияда болып жүрген кезде тағы звондайды: мен мына жерде бәрін дайындап қойып едім, гүлдің бәрін. Сен келіп бізге видеоға түсіріп кет. Мен айттым: мен уақытым жоқ, мен қазіргі уақытта ондай жағдайда емеспін деп жағдайды түсіндіргеннен кейін деп айтты. Бірақ ол жерде: ой, мен бәрін дайындап қойған едім, кел маған статистика, мынау деген нәрселерді өзі деп тұр да. Мен хайп үшін келдім. 4 ай отырған қатысушы болып келіп, мен мына жерде отырып, жинамаған подписчикті сенен жинаватқаным деп уже растады да сол кезде. Маған қатты ауыр болып тигенім мына жерге ол фрукты